Қайырлы күн, құрметті оқытушылар. Есімім Ислам Карим Сабитұлы, С категориясының тыңдаушысымын. 5-6 модуль бойынша анализ жасасам. 5-6 модульдарға. 5 модульда біз көбінесе тәртіп мәселесіне, футболдан тыс мәселелерге көп көңіл бөлдік. Яғни жаттықтырушының жаттығудан тыс іс-әрекеттерін талқыладық. Және де жаттығу процесіне байланысты қақпашының ойынға араласуы, жаттығуға араласуы, интеграция вратаря яғни. Бұл несімен маңызды? Қақпашы өте маңызды ойыншы қазіргі футболда. Ал қақпашының басты фундаментін осы бала кезінде қалыптастыру керек. Соны біз түсінуіміз керек. Бұл жерде қақпашының өзін бөлек жіберіп қойып, өзімен өзі жүру деген сөз емес, оны жаттығуға қосу керек, аяқпен ойын дамыту керек. Сол секілді дүниелерге назар аудару керек. Жаттығуда ол өз пайдасын тигізеді әрі қарай ойында. Сосын фейрплей мәселесін қамтыдық. Фейрплейда біз құрмет көрсету, дөрекілікке жол бермеу, баламен төрешінің қарым-қатынасы полядағы, яғни төрешіге қарсы мүлде сөйлеуге болмайды. Ал жаттықтырушы соған үлгі болып, жаттықтырушының өзі де төрешімен дос болу керек екенін, сондай мәселелерді біз оқу барысында өттік. Және балаларды қорғауда өттік. Балалармен белгілі бір дистанцияда, тек процесс барысында, тренировка барысында ғана белгілі бір деңгейде қарым-қатынас орнату керек. Ата-анамен де дәл солай. Ата-ананың барлығымен жақын дос болуға болмайды. Яғни белгілі бір дистанцияда шекара сызып, сол шекарадан әрі бері аспай қарым-қатынас құру керек ата-анамен. Ата-ана осы футболшының, бала кездегі футболшының ең басты миына ақпарат құятын, жол көрсететін осы ата-анасы деп, тренер және ата-анасы, сол екі көпір бір-бірімен дұрыс жалғану керек деген пікір, анализ. Және де басты тағы да бір дүниелердің бірі адам физиологиясына байланысты. Жаттығудан кейін адам терлейді, тазалыққа мән беру керек, киімнің тазалығы, сол секілді дүниелерді балаға осындай кішкентай жасынан бастап қалыптастыру керек. Соның барлығын өттік. Және тренердің өзі де әртүрлі бағытта жаттықтырушы болады. Қатал болуы мүмкін, жеңіл болуы мүмкін, немесе осы екеуін ұстап баланс ұстауы мүмкін. Сондай категорияларды бөліп, осы кезде жаттықтырушы өзі қандай өзіне, мінезіне, құлқына қандай келеді, соған байланысты стильді таңдайды. Сол бойынша да сабақ барысында, онлайн барысында өттік. Әрі қарай 6 модульда біз қайттан офлайн форматта алаңның ішіндегі процеске өттік. Бұл жерде 3-2, 2-3, 3-3, 4-3 қорғаныс және шабуыл барысындағы сәттерді талқыладық. Алаңға шықтық практика барысында. Және процесс кезінде менің түсінгенім бірінші кезекте последовательность, яғни төменнен жоғары қарай барлық жаттығудың бір-бірімен байланысы болу керек. Бұл дегеніміз қалай? Мысалы, бастапқы подвижный играда қозғалыс кезінде ақ балалардың миына бүгінгі жаттығудың қандай болатынын бір кішігірім түсіндіріп, әрі қарай упражнение кезінде соны дамытып, ал ситуационный ойын кезінде соны нақтылап құю керек. Ал ойын кезінде балалар емін-еркін сол бүгінгі тақырыпты, тренировканы алаңда шығару керек. Бұл принциптар бойынша 4-3, 3-3 принциптар үлкен футболдың алдындағы осы жастағы балалар үшін ең жаңадай байланыстардың сан байланыстарды бойынша 3-3, 4-3 талқыладық. Бұл жердегі басты принциптар өзгермейді. Яғни варианттар өзгермейді. Стенка, забегание секілді, бегание, түрлі варианттар
тек алаңның белгілі бір бөлігінде бір ойыншыдан қосылып отырады. Соған сай адаптация жасап, тренировка кезінде детальдарға мән беріп қарау керек. Жалпы сол негіз түсінгенім бойынша, негізі анализ бойынша 3-2, 4-3 сәттері менің ойымша 2-1, 2-2-ден қатты бір айырмашылық жоқ, тек кейбір жерлерде алаңның ұзындығын енін қосып сол жаттығуларды жасатуға болады деп ойлаймын. Көп рахмет.